Баршаңызға сәлем, құрметті халық емі оқырмандары. Бүгін біз сіздерге ауру мазалағандағы алғашқы көмек туралы айтып өтетін боламыз. Арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісеміз. Ауру мазалағандағы алғашқы көмек. Жусай тұқымы белсіздікке, шауқат тоқтамауға, жусай тұқымынан 3 мысқал, алақаттан 4 мысқал, тұңғиық көлінің аталығынан 2 мысқалын суға қайнатып ішсе, ауруынан жазылады. Қайнаған суға буға күйген күйіктерді күнбағыс күлін майға араластырып, күйікке жақса көп ұзамай жазылады. Жарақатты сауықтырып, теріні тез желтілдіреді. Қолданылуы мөлшері күнбағыс табақшасынан 1/2 сәріні, күнбағыс тамырынан 1 сәріні, сабақ ішіндегі ақ етінен 3 мысқалды қолданса болады. Қойдың қарны, асқазан ішек жолдарының дертіне, әйелдер ауруына құянға қолданады. Науқас адамның 2 аяғын кесілтіп, ыңғайлап отырғызады да, жаңа сойылған семіз қойдың қарнына жылы күйінде оның құрсағына қойып, сыртынан орап тастайды. Біраздан соң науқас ағыл-тегіл терлейді. Тері қалмас үшін 2-3 сағаттан соң киімін ауыстыру қажет. Бұдан кейін де бірнеше күн сорпа ішіп күтінген жөн. Жоғарғы қан қысымы ауруына қарбыздың ақ етінен алып, қайнаған суға салып, шай орнына ішсе, сол жақсы ем. Шабдалы дәні. Әйелдердің еттеккірі тоқтауға, еттеккір бірнеше ай келмей, іштің төменгі жағы ауырғанда, аю балдырғаннан 3 мысқал, қызыл шұғанақтан 3 мысқал, иісті тамырдан 2 мысқал, шабдалыдан 3 мысқал, мақсарыдан 3 мысқал қалың суға қайнатып ішеді. Сонда ауруынан да ада болады. Жаңғақ дәні. Дене әлсіздігіне, белсіздеп ауырғанда, бас айналып, құлағы шыңылдағанға пайдалы. Жаңғақ дәнінен 3 мысқал, алақат тұқымынан 3 мұқалды суға қайнатып ішеді. Қария адамдар демігіп ауырса, көкірегі тарылса, жаңғақ дәнінен 3 мысқал, әлбұршақ дәнінен 3 мысқал қосып, талқандап, бал қосып, домалақ балшық дәрі етіп жасап, бір ретте 3 мысқалды күніне 2 рет ішсе, ауруынан сақаяды. Қызыл өңеш рагына, асқазан рагына, тік ішек рагына жаңғақ бұтағы жарым келі, тауық жұмыртқасын 6 дана, сырлы ыдысқа су құйып, қайнатып, жұмыртқа піскен соң қабығын ашып тастап, тағы да қайнатып, жұмыртқа қоңыр түсті болғанда алып, бір рет, бір дана күніне 2 рет жейді. 15 күн бір емдеу мерзімі болады. Жаңа сойылған қой еті жұғалап тіліп, жығылғанда пайда болған ісікке тағып тастаса, ісік тез қайтады, әрі жара өңдемейді. Шиқанға, сыздауыққа таңса, жара аузы ашылады. Қойдың етін күйдіріп, күлін сірке суына езіп, жылан шаян шаққан жерге таңса, уақытта қайтарады. Халық емі арнасына қолдау көрсетіп, тіркеліп жатқандарыңызға үлкен алғыс айтамыз.